мен өзім жақсы көремін ол кісіні. Өйткені тақуалығы, шыншылдығы, батырға бар тұлғасы болса да, Омар сияқты бір жұмсақтығы, қанша қаттылығы болса да, бір жағынан жұмсақтығы, бір сол жағынан ол кісіге өте алғысым шексіз. Әрине бұл Оға ағамызға да үлкен сынақтар болды. Інісі бір емес, екі інісі кетіп қалды. Сонда да сабырлықпен осы бүгінгі таңда жаңағы медресе колледждің жұмысын жүргізіп жатқаны, осы не болса да осы медресеге болсыншы, осы шәкірттерге болсыншы деп жатқаны, әрине ол кісінің үлкен ерлік. Бүгін қайта жағдай жақсы ғой. Бірақ кешегі 90 жылдардағы сол медресені ол кісілер алып жүруі, елдің бір отбасын асырай алмай отырған кезде, бір азаматтар бір-екі баласымен бір әйелін асырай алмай сол кезде ажырасып тастап кетіп жатқандар көп болды. Сондай қиын заманда сол медресені бүгінгі күнге жеткізу, ол енді 2011-дің қолынан келмейді. Біз айту оңай, ал бірақ соның күнделікті таңертеңнен кешке дейін проблемасымен жүру жылдар бойы, 30 жылға жақын. Ол енді оңай нәрсе емес. Оған табандылық керек, имандылық керек. Сондықтан ол ағамызға алғысым шексіз.